Ассалаумағалейкум достар. Егер сіздер қателесіп басқа адамның Каспи голдына ақша жіберіп қойсаңыз, Каспи кезет арқылы кері қайтару туралы өтініш бере аласыз. Яғни, сіз Каспи голд арқылы басқа біреуге шатасып ақша лақтырып жібердіңіз, және соны қайтарып алудың жолы бар. Жаңадан шыққан функция Каспи голдта. Қалай жасаймыз? Мысалға, Каспи приложениесі арқылы біз ақша лақтырайық. Аударым, клиент Каспи. Және осы жерде мысалға мен екінші телефоныма ақша лақтырайын. Екінші телефоныма 1000 теңге лақтырайын. Аудару. Және мен осы ақшаны екінші телефоныма аударылды. Және мен осы ақшаны мен қателесіп лақтырып қойсам, осыны қалай қайтарып аламын? Ол үшін қайтадан бас бетке өтеміз, және осы аударым деген сервиске кіреміз. Және осыны тарих деген бөліміне өтеміз. Тарих деген бөліміне өтсеңіз, осы жерде сіз Каспиге лақтырған барлық түбіртектер тұрады. Осы жерде Ерлан Б деген адамға біз 1000 теңге қателесіп лақтырдық. Және осыған кіреміз, осы түбіртекке. Және осының астына қайта қарайтын болсаңыз, қайтаруды өтіну деген жаңадан функция шыққан. Осы функцияны басамыз. Және осы жерде оқысаңыз, Ерлан деген клиентке аударымды қайтаруға өтінім жолдайық па деген хабарлама келеді. Иә, жолдайық деген батырмасын басайым. Алушыға ақшаны аударамын, қайтаруға өтінім жолдадық деген хабарлама келді. Байқасаңыздар, екінші соткаға көрдіңіз бе, сообщение келді. Міне, екінші соткаға сіздің мен жіберген сообщение бар. Және аударымға қайту. Енді екінші телефонды көрейік. Кіретін болсақ, міне бізге сообщение келді. Осы сообщениеге кіреміз. Міне қарасаңыз, 19 қаңтарда қателесіп сізге 1000 теңге жолдапты. Енді ақшаны қайтарсын деп өтініп отыр деген хабарлама келді маған. Бұл 1000 теңгені мен мына сообщениеден кейін бұл 1000 теңгені мен қолдана алмаймын. Одан да мен оған қайтарып бергенім жақсы да. Содан мен ақшаны қайтару деген батырмасын басам. Бассам, міне 1000 теңгені қайтару деген, 1000 теңге болсын, одан көп ақша болсын, мысалы 1000 теңгені растаймын. Содан бізге аударым қайтарылды деген